Алматы қаласы Теректі ықшамауданы номер 76 бөбекжай балабақшасында экологиялық білім беру атты республикалық ғылыми-әдістемелік конференция өтті. Мектепке дейінгі білім беру мазмұны зертханасының басшысы Мукушева Гульнара Омарбековна, Қарлығаш медициналық орталығының директоры Медетбекова Гульшат Онланбекқызы алғы сөздерімен конференцияны бастады. Номер 76 бөбекжай балабақшасының тәрбиешілері хормен ән айтып, барлығымызға керемет көңіл күй сыйлады. Балабақшадағы қызығушылық орталықтарына саяхат жасалды. Конференцияға келген қонақтардың барлығы балабақша ішімен танысты. Бұрыннан қолданып жүрген роботехника, нақтырап атап өтсек, мақта жасайтын аппарат, қолдан қалыпқа құйып сабын жасау, тігін машинасымен киім тігу, ойыншықтардан құрылыс жасау, шаш өрім, тамақ пісіру, оның керекті заттары, шахмат столы, құм терапиясы, құмыра жасау аппараты, гүл отырғызудың керекті заттары. Тіпті балалар отыратын үлкен машина, қайық, ұшақты да кездестіріп, балалармен әртүрлі эксперименттер жасалды. Конференция залына жиналып Астана қаласы Үркер балабақша меңгерушісі Сәрсебаева Жанерке Аблайхановна балабақшадағы ойындар кейсі тақырыбында өз тәжірибесімен бөлісті. Астана қаласы Кәусар балабақша меңгерушісі Қайырғалиева Балауса Төлеуғалиевна Кикус әдістемесі арқылы балалардың ана тілінде сөйлеу мәдениетін дамыту ерекшеліктері тақырыбында тәжірибесімен алмасты. Ортаға балабақша бүлдіршіндері келіп, би билеп, өз өнерлерін көрсетті. Табиғат біздің ортақ үйіміз атты рефлексия мен эко-таңба жасау арқылы бүгінгі конференция аяқталды. Келген қонақтармен кері байланыс жасалды. Балабақша басшысы Кубекова Гүлжария өз сөзімен конференцияны қорытындылады. Осындай республикалық конференция үлкен деңгейде өтті. Келген қонақтар риза болып тарқасты. Ұйымдастырған номер 76 бөбекжай балабақша ұжымына және басшысы Кубекова Гүлжария ханымға алғыс айта отырып, шығармашылық табыс тілейміз.